дейді. Бұл жерде бізде қайталанып тұрған сандарды қарайық. Бұл жерде к қайталанып тұр. Келесі бізде қай сандар әріптер о екі рет қайталанып тұр. И және а. Және бұл жерде бұны жаза саламыз. К о и а. Нешеге тең болды бізде? 4-ке. Яғни бізде әріптерді алмастыру санын таптық. Бұл жерде 4-ке тең. Келесі есеп. 8-де 4-ші есептің біріншісі бір цифр дейді. Цифр 2 рет қайталанбайтындай. 6, 7, 8, 9 цифрларын құрастырылатын 4 таңбалы сандар қанша? Қайталанбайтын. Бұны қандай формула салуымызға болады? Бұл жерде бізде қайталанбайтын алмастырудың формуласына саламыз. N тең n факториал деп аламыз. Келесі P4 тең болады 4-тің факториалы тең. Бұл жерде біз 1, 2, 3, 4 тең 24-ке тең болады. Келесі екінші есеп үшбұрыш және дөңгелек және квадратты түстер әртүрлі болатындай етіп көк, қызыл, сары түстермен бояу тәсілдерін санын табыңдар дейді. Яғни үшбұрыш, дөңгелек және квадратты түстер әртүрлі болатындай етіп көк, қызыл және сары түстермен көк, қызыл, сары және көк, қызыл, сары түстермен бояу тәсілдерін санын табыңдар дейді. Бұны да біз қайталанбайтын алмастыру формуласына саламыз. Кетті. P3-ті теріп аламыз. 3 факториал тең болады 1 көбейтеміз 2 көбейтеміз 3 тең 6-ға. Екіншісі бұл. Бұл мынау екіншісі. Бұл 1. Келесі үшіншісі. Жарысқа қатысушы 7 ойыншыға 7 орынды үлестіруге қанша тәсіл бар дейді. Бұл есепте де қайталанбайтын алмастыру формуласына саламыз. P7 тең 7 факториал. Бұны тізіп жазбай қояйық. Бізде 7 факториалын нешеге тең көбейтетін болсақ 5040-қа тең болады. Енді бұл есептерді аяқтадық. Және келесі 8-ші 5-ші есепті жалғастырайық. Бұл есепте біз есептеңдер депті. Бұл қайталанбайтын орналастырудың формуласы. Бұл жерде 7 факториалды не деп жазып аламыз? 7 факториалды 3 факториал көбейтілген 4, 5, 6, 7 деп аламыз. Келесі бұл жерде 7-ден 3 факториал қалады. 3 факториалды жазып тастаймыз. Енді 4, 5, 6 бұларды көбейте саламыз. 4-ке 5 көбейтеміз 20, 6-ға 7, 42, 42 20 бөлсек 840 деген сан шығады екен. Енді келесі есеп 5-тен 4-ті есептейміз. 5-тен 4-ті есептегенде бұл жерде 5-тен 4 алса 1 факториалды есептемесек те болады. Енді бұны бұлай көбейте саламыз. 2, 3, 4, 5. Бұлар бір-біріне көбейте алатын болсақ 240. Бұл енді қарапайым есептер десек те болады. Енді бұл жерде біз А тобының есептері бітті. Енді Б тобының есептеріне кірісейік. Бұл және кішкене күрделірек енді теңге ұқсатып шығарған. Енді қараңыздар, есептің берілгені бізде мұнда тұр. x1 x-тен 1 тең 2 дейді. Енді осында біз астындағыдай бөлікке жаза аламыз. Өйткені қараңыздар, x-тен 1 2 тең. Және x-1-дің көбейтілген x-1 жақша ішінде факториал көбейтілген x, ол бізде x-қа тең былай жазылсақ болады. Мысалы, тең деп x факториал тең x-1-дің
тең x-тің факториалы x минус 1-дің факториалы тең болады 2-ге. Яғни мына x факториал дегенімізді мына түрде жазып алуымызға болады, дәл осы түрде. Енді бұны ашып шығатын болсақ, x факториалымыз шығады. Енді x минус 1-дің факториалын x факториалы қысқарады, x тең 2, және жауабы бізде 2-ге тең болады. Келесі екінші есепті қарастырайық. Дәл осындай, бірақ x тең 2x деген x-тің тең 1 және 2x-ға. Және мұнда бізде x минус 1 факториал көбейткен x түрінде жаза аламыз. X минус факториалының қысқарады, x минус 1-дің факториалы тең болады x тең 2x-ға деген бізде ала алмаймыз. Және бұл жерде бізде жауап жоқ десек болады. Келесі. Келесі есеп. Өшіп кетті. Өшіп орай. Ax тең 2 тең 2x. Бұл жерде 2x болғандықтан x минус 2 және x минус 1-ді 2 бөлікке аламыз. Енді бұл жерде арғы есептейтін болса, x минус 2-ні факториалы x минус 2-ні факториалы қысқарып, бұл жерде бізде қайтыс қалады, x, мұнан сразу аша сала, x квадрат минус 2x минус 2x тең 0. Бұл жерде x квадрат минус 3x тең 0 болады. Енді бұл жерде біз жақшаға 0-ге теңестіре алатын болса, x тең 0-ге ашып, және x тең 3-ге тең деп аламыз. Енді бұл жерде бізде осы жауаптар шығады. Келесі төртінші есепті қарастырайық. Бұнда да бастапқыдай шығарамыз. Бұл 3x плюс 2 кішкене күрделірек болып тұр енді. Енді x минус 2 факториалын x минус 2-нің факториалына қысқартамыз. Бұл жерде бізде қалады x. Бұнда енді сразу ашып жаза салайық. x минус 3x минус 12, және жақшаның сол жағына сразу өткізіп таңбаларын белгілеп алдым. Енді x квадрат минус 4x минус 12 тең 0. Енді бұны біз ветпен шығара салайық. Ветпен шығарсақ қалай енді? Бұл жерде көбейтсең плюс 4, қоссаң плюс 4, көбейтсең минус 2 шығу керек. Бұл жерде бізде x1-ге тең 6-дан x2 минус 2-ге тең деп аламыз. Яғни қосқанда 4-ке плюс 4-ке тең болу керек, көбейткенде минус 12. Бізде есептің жауабы ол x1 тең 6, x тең минус 2-ге тең болады. Енді бізде соңғы есебіміз 8-де 7-ші есеп. 8-де 7-ші есеп. Минус 2 мұндар алмай қалыпты. Сегізінші 20 оқушыдан сынып басшысы мен спорт жұмыстарына жауап берушінің таңдаудың қандай тәсілі бар? Бұны біз қандай формуламен шығарсақ болады? Бұл жерде біз белгісін жазып алайық. Жалпы n тең 20. Бізде керекті сынып басшысының басшысының спорт, және бұл k деп аламыз. Бұл 2-ге тең керек бізге 2. Енді оны біз қайталанбайтын орналастырумен шығара аламыз. Енді формула салайық сразу. 20-дан 2 тең болады 20 факториал. Жақшаның ішінде 20 минус 2-нің факториалы тең болады 18 факториал 19 көбейтілген 20 18 факториал мен 18 факториал қысқарады. Бұл жерде бізде көбейтіндісі 380-ге тең болады. Енді бұл біріншісі
екіншісінде не дейді? 3, 4 және 5 бағаларының бірін 2 оқушыға қоюдың қажет тәсілдері бар. Және 2 оқушыны алатын болсақ, біз 2 оқушыға біз 2 оқушыға 3 және 3 бағаны қоя аламыз. Бірінші оқушыға да 3 бағаны, екінші оқушыға да біз 3 бағаны қоя аламыз. Және екеуін бір-біріне көбейтеміз, тең болады 9-ға. Құрметті оқушылар, бүгін сіздермен сол 8-ші параграфтан орналастыру мен алмастырулар тақырыбына біз есептер қарастырдық және А деңгейлерін қарастырдық. С деңгейін келесіде қарастыратын боламын оны да. Және бүгін сіздермен осы есептерді шығарылу жолын толық қарастырдық. Және жеңілдеулерін да көрсеттім деп ойлаймын. Және арасында техникалық қателіктер де болды. Оны кешірім сұраймын және оны мен жөндеуге тырысамын. Келесіде кездескенде сау болыңыздар.